Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер үй жағдайында гамбургер дайындайтын боламыз. Ең дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен жылы суымызға қантты және де ашытқыны салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Ұнымызға тұзды, жылы сүтімізді, алдын ала дайындап алған ашытқымызды құятын боламыз. Ашытқымыздың бетінде осындай көпіршіктер болу керек. Егер көпіршік болмаса, қайтадан жасауға кеңес беремін. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қайтадан қамырымызды жақсылап араластырып илейтін боламыз. Біздің дайын қамырымыз өте жұмсақ әрі қолымызға жабысқақ болады. Қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоятын боламыз. Біздің көтерілген қамырымызды түсіріп алатын боламыз. Мен қолымда майлап алдым, сондықтан сіздерге де кеңес беремін. Қолдарыңызды сұйық майға майлап алып жұмыс жасасаңыздар болады. Біздің барлық бөлке нандарымыз бірдей размерде болу үшін 90-100 граммнан бөліп алатын боламыз. Бөлшектеп, шариктарымызды жасап, формамызға салып қоятын боламыз. Ара қашықтықтарын алшақ етіп, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Кейін көтерілген бөлке нанымызға жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Бір жұмыртқаны белок жылтығымен бірге араластырып бетіне жағамыз. Бөлке нандарымызға әдемілік беру үшін күнжітті себетін боламыз. Қызып тұрған пешке 35 минут қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Біздің дайын бөлке нандарымыз дайын бөлке нандарымызды екіге бөлеміз және де қызып тұрған табаға сары майды салып қуырып алатын боламыз. Кезекте котлет дайындайтын боламыз. Ол үшін туралған сиыр етіне пиязды және де сарымсақты, бұрышты, тұзды, жұмыртқаны, сухаримізді салып араластырып алатын боламыз. Кейін котлеттерімізді осылай етіп жасаймыз. Одан соң ұнға емес, мен сухариге аунатып алдым. Если қаласаңыз, сіз ұнға батырып алсаңыз болады.
Кейін котлеттерімізді қызып тұрған майда пісіріп алатын боламыз. Ендігі кезекте біздің дайын гамбургерімізді жинайтын боламыз. Өз қалауларыңыз бойынша жинап алсаңыздар болады. Соңына дейін көңіл бөліп қарағандарыңызға көптен көп рахмет. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер.